Hey guys, осындай сұрақ түсіп жатыр да, яғни Америкадағы тұрудың плюстары мен минустары. Соған қарап кетейік, бүгін. Осы машинадағы мен сүйікті голландындағы 95 дутыдың ішіндегі өтетін подкасты. Енді Америкада мен білмейтін адамдарға айтып кетейін, 2000 жылдан 2010 жылға шейін өмір сүріп сияқты білім алдым. И ол жақта кәдімгідей Қазақстандағындай өмір. Бұл жерде түсініп кететін нәрсе, ажырататын нәрсе. Ол Америкада турист ретінде өмір сүру және сол жақтың тұрғыны ретінде өмір сүру. Себебі екеуі екі түрлі. Егер де сен ол жақта бір апта, екі апта, жарайды бір ай болсын, тұрып содан кейін қайтадан қайтатын болсан, сенде мүлдем бір басқа көзқарас, тәжірибе болады. Ал сен ол жерде ұзақ уақыт, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 10 жыл болсын тұратын болса, сенде мүлдем басқа очки болады, басқа тәжірибе болады. Сол себеппен осы айырмашылықты біліп алған жөн деп ойлаймын. Өкінішке орай Голливуд киноларындағы көріп жатқан нәрселер олар әрқашанда шын емес. Себебі Америкадағы адамдар олар да жылайды, олар да мұнаяды. Бұл очевидный нәрсе ғой, бірақ мысалы маған бір ретінде сол бір кісі подписчигім жазады да Инстаграмда, шынымен сонда ол жақта жылай ма адамдар деп. Жылайды, ол кәдімгі адам, любой жердегі, Африкада болсын, Америка, Азия болсын, любой жердегі адам бақытты болам десе бақытты болады, менің ойымша. Мұнаятын болса мұнаят. Америка исключение емес. Сол үшін ол жақта да бақытсыз адамдар болады, бақытсыз орта болады. Ол минусы. Бірден минусынан бастап кеттім. Ал плюсы қандай? Плюсы ол жақта еркіндік өте шектеу жоқ. Сен мысалы өзіне не ұнайды, соны жасасан болады. Және сені оған қыспайды. Қыспайды дегенде мысалы басқаларға кесірі тимесе әрекетін, онда ол әрекетті жасауға болады. Сол үшін сол жағынан адамның таңдауына қатысты, адамның көзқарасына қатысты ол сол жақ еркін. Сол үшін ол Америка. Себебі Американың өзінің құрылуы, тарихы солай емес па? Америкаға бұрынғы 1600 жылдары не үшін адамдар баратын? Себебі оларды Европада қысатын. Яғни олардың мысалы діни көзқарастары қазір өтіп олайын. Діни көзқарастары стандартный болмаған соң, олар көпшілікке кірмеген діни философиялық көзқарастар болмаған соң, олар Америкаға көшіп баратын. Сол ойдың бостандығын қалады. Сол секілді қазір Американың өзі сондайда, мысалы сен қай тілде болсын, қай дінге болсын, қай сенімдерге болсын, сенгің келеді, ең бастысы басқаларға кесірі тимесе, сен соны практиковать ете аласың. Сол жағы жақсы. Ол бір. Және екі, Америкада заңдары жақсы. Заңдарына барлығы бағынады. Заңдарынан барлығы қорқады. Сол жақсы. Себебі адам заңнан қорыққан жерде тәртіп болады. Ал тәртіп болса, барлық адамдар былайша айтқанда бір ережемен өмір сүреді. Енді әрине олардың системасы мінсіз ба? Жоқ. Әрине міндер өте көп, минустар өте көп. Бірақ салыстырмалы түрде Қазақстанмен салыстырғанда ол жақта коррупция кәдімгідей азырақ. Сол үшін сол себеппен ол
жаққа көп адамдар көшіп жатады. Сізге міне бір минус, екі плюсын айтып кеттім. Енді тағы бір минусын айтайын, ол сондай тең болсын. Ол жақта көп қарулар бар. Яғни, мысалы, өткен жылы білесіз ғой, Джордж Флойд, әртүрлі протесттар болып жатады. Бұл жақта қарудың саны көп. Мысалы, Қазақстанда бізде байқасаңыздар, полициялар ондай көп қару ұстамайды. Машиналарына қарасаңыздар, ондай көп, қалай айтсам, оқ өтпейтін машиналар емес, кәдімгі Hyundai ма өздерінің машиналары. Ал Америкада олай емес. Америкада кәдімгідей соғысқа дайындалған, атысатын сондай бір машиналарды, өздерінің формаларды көп киінеді, және олар trigger happy болуы да мүмкін. Әбден trigger happy деген ол курокты басқысы келіп тұрады. Себебі жаңағы пистолеттердің, қарулардың саны өте көп. Сол үшін олар әрбір екі адамның біреуісінде қару болса қорқады ғой, атып кетсе. Сол себеппен әрқашанда сондай бір-бірлерімен атысып жатады. Сол бір минусы. Және мысалы мектепте болғанда мен есімде әлі бір балалар қару алып келді мектепте, тығып, мынандай кинжал алып келді, бір пистолет алып келді, әлі есімде бар да, енді өзі сондай районда тұрған соң. Сол енді ол жаманда негізі, қару көп болған жерде атыс та көп болады ғой. Ал алақаш көп, бір жағы мысалы Қазақстанда ондай жоқ. Енді Қазақстанның минусы, бізде пока менталитетіміз кішкене көп көрмеген. Мен сөздің менің пікірім енді. Себебі біз енді ғана алып жатқанымыз, егемендік алғанымыз 30-ақ жыл болды. Сол үшін бізде көп нәрселер дамымаған. Енді ол қалыптың жағдай. Оны уақыт емдейді, уақыт болашақта, 50 жылда ел жаңа дейді ғой. Сол үшін бізге даму үшін уақыт керек. Және Қазақстанды жамандай беретін адамдарға айтқым келетін, Америкада тура осы Қазақстан өткен процесстен осыдан 200-150 жыл бұрын өтіп кеткен. Яғни коррупция айтып жатыр. Себебі бізді коррупция бар деп көп адамдар айтады, бірақ оны осындай процесстен Америка 1800 жылдары, 1850 жылдары әбден өтіп кеткен еді. Сол үшін бұл қалыпты жағдай. Мемлекет ауырып шығады. Менің ойымша, қайтын айтады. Бұл өз пікірім. Сол Америка туралы осындай сіздерге бір мәлімет бердім. Пайдалы болды ма, қызық болды ма, ұнамады ма, комментарияға жазып кетіңіздер. Ұнаса подписаться етіп, лайк етіп кетіңіздер. Риза боламын. Take care.